Сәлем достар! 31 шілде мұсылман халықтарының ең басты ұлық мейрамы Құрбан айт мерекесі басталмақ. 3 күнге созылатын мейрам жыл сайын хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зүлхижа айының 10 жұлдызында және ораза айт мейрамынан 70 күн өткеннен кейін басталады. Құрбан айтта мұсылман жұрты құрбандықта мал сойып, думанды мейрам жасап, үлкен-кіші арасында үгіт-насихат, өсиеттер айтып, бір-біріне құрмет көрсетеді. Осы орайда барша мұсылман қауымын және қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтап, қасиетті мейрамның шығу тарихы және әр мұсылман елдерінде тойлану хақында қызықты деректерді ұсынамыз. Құрбан айт күні мұсылман баласы ерте тұрып, таза киімдерін киіп, хош иіс әтірлерін сеуіп, мешітке барады. Ағайын туыс, көрші-қолаң бір-бірінің үйіне айттап қыдырады. Айттың алдында тәтті тағамдар мен шелпек, бауырсақ пісіріледі. Елбасының ұлттық мерекелердің мәртебесін көтеру бастамасының арқасында Құрбан айт мемлекеттік деңгейде аталып өтілетін болды. 2005 жылы 28 желтоқсанда мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы, Қазақстан Республикасына заңнамасына толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдап, соған сәйкес Құрбан айт пен Рождество мерекесінің бірінші күні елімізде демалыс күндері болып жарияланды. Қазақтардың алғаш Құрбан айтты тойлаулары туралы ақпараттар 19 ғасырдағы орыс жазбаларында да кездеседі. Тарихи құжаттарға жүгінетін болса, қазақ жерінде 1926 жылға дейін ораза айт 3 күн, Құрбан айт 3 күн, Наурыз 1 күн ресми мереке ретінде тойланып келген. Оған негіз 1921 жылы 5 наурызда Орынбор қаласында өткен Қазақстан Автономиялы Республикасы орталық атқару комитеті төралқасының мұсылмандар мерекесі туралы қабылданған шешімі. Оған Мендешев төрағалық жасаса, Алаш арыстары Байтұрсынұлы мен Бөкейхандар төралқа мәжілісіне қатысқан екен. Құрбан айтты тойлау және құрбан шалу салты орталық Азияда ислам дінінің келуімен бірге тараған. Ол 10-13 ғасырларда етек алған. Бұл салт көшпелі мал шаруашылығымен айналысатын халық үшін таңсық болмады. Құрбан айт мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі. Ол ораза айттан кейін 70 күннен соң басталып, 3 күнге созылады. Бұл күндер ұлы Меккеге қажылықпен аяқталады. Айт күндері Аллаға арнап құрбандық шалады, мал сойады. Бұл мұсылмандардың негізгі міндеттерінің бірі. Мұсылман халықтары Құрбан айт мейрамын әртүрлі тойлайды. Дегенмен барлығына ортақ нәрсе Алланың разылығы үшін құрбандық шалу. Құранда былай делінген: Аллаға құрбандықтың еті де, қаны да жетпейді. Аллаға сіздегі сенімдеріңіз ғана жетеді. Алла сіздерді тура жолға салушы, ал сен оны өзіңнің ізгі істеріңмен қуанды. Мұсылман халықтарында Құрбан айтты тойлаудың өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, Мароккода, Индонезияда, Малайзияда айт намазынан кейін адамдар көшеге шығып, ән айтып билейді екен. Бұл елдерде мейрам карнавал түрінде тойланады. Эстония мұсылмандары да Құрбан айт мейрамын атап өтуге ерекше көңіл бөлген. Эстония бұл мерекені мұсылмандар мен эстон қауымдастығының арасындағы қарым-қатынастың нығаюына көмектеседі деп сенеді. Марокко корольдігі Магрибтің ең белгілі мемлекеттерінің бірі. Ол араб әлемінің батыс бөлігін алып жатыр. Бұл елде де басқа елдердегідей құрбан шалу таң сәріден басталады. Барлық мұсылмандар сәнді киініп айт намазына барады. Бұл елде мерекелік намазбен бірге қайырымдылық жасалады. Намаздан кейін мұсылмандар қайтыс болған адамдарды еске алу үшін зиратқа барады. Содан кейін құрбандық шалуды бастайды. Марокконың мерекені атап өтудегі басты ерекшелігі музыка. Олар бұл мерекені де, тіпті күнделікті өмірінде де музыкамен әрлендіреді. Біріккен Араб Әмірліктерінде Құрбан айт мерекесі ерекше көлемде аталып өтіледі. Құрбандық шалынады. Мемлекеттік секторды дамыту министрлігінің шешімі бойынша мереке күндері елдің барлық мемлекеттік және муниципалды мекемелері жабылады. Мысалы, Дубайда 200 түрлі ұлт өкілі тұратындықтан, мұнда 2 апта бойы Құрбан айт құндылықтарын және әдет-ғұрыптарын түсіндіретін, сондай-ақ бірлік идеясын көрсететін көптеген іс-шаралар өткізіледі.
Бұдан бөлек Дубайдағы сауда орталықтарында бірнеше миллион дирхам мөлшерінде жүлделер мен лотереялар ойнатылады. Балаларға арналған көптеген ойын-сауық шаралары ұйымдастырылады екен. Ұлық мереке құтты болсын. Айт күнгі ізгі ниеттеріңіз бен шалған құрбандықтарыңызды Алла тағала қабыл етсін. Әрбір отбасына бақыт, береке қонғай. Көп ұлт пен ұлысты отанымызға бірлік пен ынтымақ берейік. Жаратушы ием сүйікті Қазақстанымыздың берейін үстем етіп, халқымыздың ауыз біршілігін арттырғай. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.